Әділет жауғашар, аманатқа қиянат жасады. Мен шығарған қайтамын үйге әні Төреғалиға қалай жетті. Студент кезім 3 ай демалыста камазист болам, одан кейін қыста оқимын деген сияқты, былай айтқан үйден көрмеймін. Үйге қайтып келе жатқандағы бір осыны бір сезімді әсіресе вахтабиктер жақсы түсінеді деп ойлаймын. Ән арқылы жеткізгім келді. Сол күні маған өлең жазып жіберді Әлімжан Әлішер. Түнде камазда отырып, ол кезде гитарада жоқ, жай слогпен өлеңді оқыдым да сол жерде ән шығардым. Осы ән Төреғалиға келеді деп Төреғалиға бергім келді. Сөйтіп Төреғалиға қалай ұсынам деп ойлап жүріп, Төреғалидың Instagram парақшасын ашып отырып, сторисынан Әділет жауғашарды көрдім. Сөйтіп сол арқылы Әділет жауғашардың парақшасын өттім. Хабарға шығып, нөмерін алып, Әділетке айттым: Әділет, мен Арысбек Бадалин деген осындай қарапайым жігітпін, камазистпін, осындай жүректен бір шыққан туындым бар еді. Осыны Төреғалиға сен бір табан жақынсың ғой, мен гитара ештеңе де жоқ деп мәтінін жіберіп, өзім былай диктофонмен айтып беріп жібердім. Осыны Төреғалиға жіберші, аманатым саған. Сөйтіп, ақырында Әділет жауғашар, аманатқа қиянат жасады.